Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай сосиски в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, подписация батырмасын басып, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда көп рецепттермен бөлісетін боламын. Ұнап жатса лайк басыңыздар. Алдымен ыдысқа тұз, қант салып, үстінен жылы суымызды құямыз. Сосын 1 шай қасық дрожжымызды саламыз. Бұл жерде мен жарты-жартыдан салдым. Сосын сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып алып, ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды 1-2 сағат көтерілуге қоямыз. Көтерілген соң барып, кез келген форманы жасауға кірісеміз. Мен әртүрлі етіп жасап көрдім. Сіздер өз қалауларыңызша жасай бересіздер. Суға иленсе де бұл сосиски в тесте өте дәмді болып шығады. Ерінбей жасап көріңіздер. Барлығын осылай жасап болған соң, бетіне жұмыртқамен жағып 180 градуста пісіріп аламыз. Қызарып піскенге дейін. Осымен біздің сосиски в тестеміз дайын. Өте оңай жасалынады. Міндетті түрде жасап көріп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Всем не включая мозг. Одинокие места, где как по-прежнему